Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді шоколадты маффиннің рецептісімен бөлісетін боламын. Құрамы оңай, жеңіл дайындалады және де осындай биік, әдемі болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер және де каналға тіркеліп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де маффиннің ішінде өздеріңіз қалаған кез келген сухофруктыларды немесе шоколадты салып қолдансаңыздар да болады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Бізге қажет еріп тұрған сары май, ұн, жұмыртқа, тұз, қамыр қопсытқыш, қант, какао және сүт қажет болады. Барлық ингредиенттер бөлме температурасында болуы керек. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды салып аламыз. Кейін оның үстінен қантымызды қосамыз. Жақсылап миксердің көмегімен қантымыз ерігенше дейін миксерлейміз. Және де тұзымызды саламыз. Тағы да бір қайтара жақсылап миксерлейміз. Кейін оның үстінен еріп тұрған сары майымызды қосамыз. Сары майымызды салып, тағы да жақсылап миксердің көмегімен миксерлейтін боламыз. Одан кейін сүтімізді қосамыз. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Және де оның үстінен какаомызды қосамыз. Менде және какаоға сүтім аздап төгіліп кетті. Какаомызды қосамыз. Ұнымызды, какаомызды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Какаомызды салып, одан кейін қамыр қопсытқышымызды қосамыз. Тағы да жақсылап бір қайтара миксерлейміз. Одан кейін електен өткізілген ұнымызды салып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Бізде көріп тұрғандарыңыздай осындай қою қоймалжың масса пайда болады. Осы кезде духовкамызды алдын ала 180 градусқа қыздырып қоясыздар. Одан кейін дайын болған массамызды маффинге арналған қалыпқа саламыз. Бір ас қасықтан толтыра салып шығасыздар. Дайын маффиндерді 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Бізде көріп тұрғандарыңыздай маффиндарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер және де каналға тіркеліп комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.